Сәлем достар, бүгін CapCut'та монтаж жасауды үйренетін боламыз. Маған азанда осындай бір проект түсті. Мен ол кісіге монтаж жасап 2 сағатта жібердім. Бастапқыда маған жіберген видео осындай болатын. Қарап көріңіз. Құрметті аналар, TikTok няня частный орталығына сеніммен қарап, бұл жердегі мамандардың ісі тұрақты. Мен өзім көзім жеткен 4 ай бойы келіп жүрген қыздар, істеп атқан қыздар балаға жақсы қарайды. Сенімділікпен қорықпай балдарыңызды қалдырсаңыздар болады. Құрметті Саламатсыз ба? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Саламатсыз ба? Менің есімім Сапаргүл болады. Осы TikTok няня частный нянясына баламда келіп жүрген анамын. Осы орталыққа қай уақыттан бері келіп жүрсіз? Және бір-екі ауыз сөз айтсаңыз осы орталығымыз туралы. Бұл орталыққа мен келіп жүргеніне 4 ай болды. Аптасында 4 рет или 3 рет тастап кетемін. Қай кезде қалай. Бірақ көп уақытта мен таңертеңгі 7:30-да келемін баланы. Орталық туралы айта кетсем, балдарға тиімді, жақсы, керек кезінде маңызды орталық деп айтсам болады. Бұл жерде кішкентай баланы қақатастарыңды білмей, жұмыстарым шыққан кезде көмекке келетін частный нянялар бар. Және ішіндегі жұмыс жасайтын мамандар өте жақсы, білімді, балдарға жақсы қарайды. Видеода байқайтын болсаңыздар, деген сөздері көп, және де баяу сөйлеген жерлері бар. Солардың барлығын кесіп, қырқып алып тастаймыз. Жалпы CapCut'та қазір монтажды қалай жасайтын жайында айтатын боламын. CapCut приложениесін ашқаннан кейін бүкіл видеоны қойып шығасыз. Керек емес жерін разделить деген кнопканы басып отырып, алып тастап, удалить етіп отырасыз. Содан кейін осының астында добавить текст, разделить, стиль, неше түрлі нәрселер тұр. Соның добавить тексті басқаннан кейін шрифтті қойып, қасындағы стилін өзгертіп, және анимация арқылы, бірінші типті таңдау арқылы мен адамның сөйлеп отырған текстіне қарай баяулатып, ақырындатып, тезірек қолдануға тырысамын. Байқасаңыздар, разделить деп тұр. Яғни тексті қойған кезде осылай тура үстіне, сөйлеп жатқан адамның үстіне түсу үшін анимация дегенді басып, бірінші тип дегенді таңдап алдым мен. Сосын кішкене баяулатып, ақырындатып, өзінің қоятын жерлері бар, соны қоясыздар. Әрбір сөзді осылай добавить текст деп арқылы жазып отырсаңыздар да ыңғайлы, немесе сол тексті разделять етіп, текстің үстіне бассаңыз разделять деген шығады. Соны басып тұрып істесеңіздер болады. Сөздерді қосып деген сияқты. Жалпы бүкіл сөзді жазғаннан кейін бірінші тип шрифтті, стильді өздеріңіз өзгерте бересіздер. Сосын анимацияда бірінші тип дегенді таңдап, өзінің ыңғайына, адамның сөйлеп жатқанына қарай қолданамын. Одан кейін барып, барлығы біткеннен кейін тексеріп шығамын. Үтір нүктесінің бәрін тексеріп шығасыз, себебі ол әдемі, грамотно жазылған болу керек. Оқып отырған қабылдау керек. Жалпы видеода мына жерде мен қазір 10x 20x пен тез өткізіп жібердім, бірақ бұл менде 2 сағатты уақытты алды. Мен ерінбей сіздер үшін жұмысымды түсіріп алдым. Қалай жұмыс жасалатынын, жалпы оңай жұмыс болып көрінгенімен осындай қиыншылықтары бар. Менің есімім Сапаргүл болады. TikTok няня частный нянясына баламда келіп жүрген анамын. Бұл орталыққа мен келіп жүргеніне 4 ай болды. Аптасында 4 рет или 3 рет тастап кетемін. Қай кезде қалай. Бірақ көп уақытта мен таңертеңгі 7:30-да келемін баланы. Орталық туралы айта кетсем, балдарға тиімді, жақсы, керек кезінде маңызды орталық деп айтсам болады. Бұл жерде кішкентай баланы қақатастарыңды білмей, жұмыстарым шыққан кезде көмекке келетін частный нянялар бар. Және ішіндегі жұмыс жасайтын мамандар өте жақсы, білімді, балдарға жақсы қарайды. Менің балам уже қазір өзінің үйіне келгендей, еркін, өз-өзін еркін ұстап, келген бойда жыламайды, ойнап, ойыншықтармен ойнап, үйіне келген баладай қосылып кетіп жүр. Құрметті аналар, TikTok няня частный орталығына сеніммен қарап, бұл жердегі мамандардың ісі тұрақты, балаға жақсы қарайды. Сенімділікпен қорықпай балдарыңызды қалдырсаңыздар болады.